бір шәкірт ұстаздан сұрап жатыр. Ұстаз, имам Бұхари мықты ма, имам Муслим мықты ма дейді. Қараңыз. Сол кезде ұстаз шәкірттерге айтып жатыр. Мен үшін екеуі де мықты, ұстаз дейді. Жоқ, біреуін айтыңыз дейді. Сонда ұстаздың айтқан жауабы, мен үшін деген екеуі де алпа тау дегенде, екеуі де биік тау. Ол таудың қайсысы аласа, қайсысы биік екендігін айту үшін мен олардан да биік болуым керекпін де, төбесінен қарап тұруым керекпін деген. Сол кезде айта аламын деген. Мынау биік екен, мынау аласа екен. Мен ондай емеспін дейді. Мен таудың етегінде тұрған адаммын деген. Мен үшін екеуі де не болып тұр? Сол үшін кез келген мамандар туралы біреу айт деген кезде осы сөзді айтыңыздар. Расул саллаллаху алейхи вассалам айтсаң, хайырлы сөзіңді айт. Сондай екен, бәсе деп бәрден сөзге араласып кетпеңіздер. Өйткені Құдай сақтасын, Абай атамыздың анау жан айқаймен айтқан тобыр болып кетпейік, Құдай сақтасын. Тобыр деген ой пікірі жоқ, өз ұстанымы жоқ. Елдің бәрі қай қарап жүгірсе, сояқ жүгіріп кете беретін адамдар. Жоқ, тоқтаңдар, мына қарап жүгірін десе, мына қарап шолып кете беретін адамдар. Сондай адамдар Абай атамыз не деп айтқан? Тобырдың бірі болып қалмаңдар дейді. Тобыр деген андайлар. Сол үшін біз ондай халық емеспіз, Құдай сақтасын. Біз сөзге тоқтаған, сөздің мән мағынасын түсінетін. Сондай халықпыз, Аллаға шүкір.